Кішкентай қыз екі ұшақтың соқтығысуға шақ қалғанын байқайды. Ол бірден автопилотты өшіріп, ұшақты қолмен басқаруға көшті. Алдындағы бұлттардағы ауа ағындарын пайдаланып, ұшақтың ұшу бұрышын өзгертуге ниеттенді. Кабинада отырғандар тізгіндегі адамның 9 жасар қыз екенін көргенде, апаттан құтылу мүмкін емес деп қорқып кетеді. Алайда олар бұл қыздың 21 ғасырдағы алғашқы әуе кемесін жобалаушы, Қытайдың тұңғыш әйел ұшқышы екенін білмеген еді. Бұрынғы өміріндегі жазатайым оқиға оны ондаған жылдар кейінгі болашақта кішкентай қыздың денесіне әкеліп тастаған. Өткен өмірінің естеліктеріне және анасының көмегіне сүйене отырып, ол ұшақты жоғары көтерілу қалпына келтіріп, бұлттар арасымен аман өтеді. Осы уақытта жердегі диспетчерлік мұнара ұшақпен байланыс үзілгенін байқады. Радар деректеріне сүйенсек, екі ұшақ соқтығысып қойғандай көрінді. Диспетчер бұл хабарды естігенде қатты күйзеледі. Борттағы 100-ден аса адамның бәрі қаза тапты деп ойлады. Кенет бақылау жүйесінде әлгі ұшақтың сигналы қайта пайда болады. Қауіптен аман шыққанын көрген сәтте барлығы қуанышқа бөленді. Диспетчер ұшқыштың шеберлігіне тәнті болып, мұндай басқару деңгейіне ешкім жете алмайды деді. Көп ұзамай мұнара капитанмен байланысқа шығады. Диспетчер оны 100-ден аса адамның өмірін сақтап қалған батыр деп мақтайды. Алайда капитан ұшақты жаңа ғана басқарған өзі емес 9 жасар қыз болған айтады. Оның өзі жарақаттанып басқару тетіктерін қолдана алмаған, ал екінші ұшқыш та ес-түссіз күйде болған. Мұны естіген диспетчер сенер-сенбесін білмеді. Ешкім 9 жасар қыздың ұшақ жүргізе алатынына сенбейді. Жолаушылар тізімін тексерген соң ғана бортта расымен 9 жастағы қыз бар екені анықталды. Сол кезде ғана диспетчер капитанның сөзіне илануға мәжбүр болды. Ол бұл оқиғаны дереу басшылығына баяндайды. Кішкентай қыздың ақауды дер кезінде байқап, ұшақты апаттан алып шыққанын естіген басшылық оны ғасырда бір туатын данышпан деп бағалады. Ұшақ қонған соң қызға арнап салтанатты марапаттау рәсімін өткізуді жоспарлайды. Авиацияда кішкентай қаһарманның пайда болғанын баршаға жарияламақ болды. Капитан бұл шешімді қызға жеткізеді. Қыз адамдарды атақ үшін құтқармағанын, жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету авиациядағы әр адамның міндеті екенін айтады. Ол тек өз борышын орындағанын жеткізеді. Мұны естіген капитанның көңілі толқып, бұл қыздың болашақта керемет ұшқыш боларына сенді. Кенет ұшаққа найзағай түседі. Борт серіктер қорқыныштан айқайлап жіберді. Ал кішкентай қыз сабыр сақтайды. Өйткені алда бұдан да ауыр сынақ тұрғанын біледі. Ол диспетчерлерге ұшақтың көптеген электронды жүйелері істен шыққанын және найзағайлы аймақта екенін хабарлады. Мұнара жауап беріп үлгермей жатып, байланыс тағы да үзілді. Мұны естіген диспетчер қайтадан қатты алаңдайды. Ол ең қатты құрметтейтін ұстазын еске алып, осындай жағдайда сол адам қалай шешім қабылдар еді деп ойлады. Дәл сол сәтте борт серік ұшақтың оң қанаты жанып жатқанын байқады да, қыздан ұшақты кері бұруды сұрады. Капитан оны тоқтатып, негізгі қанаттың құрылымы тұрақсыз екенін, жанармайдың да аз қалғанын, ал кері қайту жолда апатқа ұрындыратынын түсіндіреді. Мұны естігенде қыздың анасы да алаңдай бастайды. Ол қызынан басқа амал бар жоғын сұрады. Қыз бір ғана мүмкіндік бар екенін, ол шұғыл түрде қону жасау екенін айтады. Кішкентай қыз ұшаққа найзағай тигенін білгенде қатты есеңгіреп қалды. Ол ұшақты басқаруды өз қолына алып, теңізге мәжбүрлі қонуға шешім қабылдады. Бортсерік оны бірден тоқтатуға тырысты. Өйткені теңізге қону өте қауіпті. Сәл ғана қателік кетсе, ұшақ толықтай бөлшектеніп кетуі мүмкін еді. Ол капитанға басқару мұнарасымен байланысқа шығуды ұсынды. Бірақ қатты дауыл салдарынан байланыс үзіліп, уақытша орнату мүмкін болмады.